Баршаңызға сәлем. Мен бүгінгі видеода сіздерге инфинитив деген тақырыпты түсіндіремін. Ең алдымен инфинитивтің не екендігімен толығырақ танысып өтейік. Инфинитив дегеніміз қазақ тіліндегі тұйық етістік дегенді білдіреді. Етістіктің жақсыз формасы. Әдетте инфинитив to демеулігімен қосылып қолданылады. Мысалы, to see, көру, to play, ойнау. Осы сияқты басқа да етістіктерді инфинитив қылып айтуға болады. Ал енді инфинитивтің қолданылуына назар аударайық. Бұл бірінші қолданылуы. Белгілі бір мақсатты айтқанда біз инфинитивті қолданамыз. Мысалы, why did you go to shop? Сен дүкенге не үшін бардың? To buy bread. Нан сатып алуға. Яғни нан сатып алу үшін бардым. Деп айтқанда қолданамыз. Келесі қолданылуы, екінші қолданылуы бұл would love, would like сөздерінен кейін инфинитивті қолданамыз. Мысалы, I would like to visit Dubai. Мен Дубайға қыдырғым келеді деп аударылады. Келесі қолданылуына назар аударатын болсақ, бұл жерде модальды етістіктерден кейін инфинитив қолданылады, бірақ инфинитивке to демеулігі жалғанбайды. Мысалы, he can dance, but he can't sing. Ол билей алады, бірақ өлең айта алмайды, деп аударылады. Ал енді бірнеше тестке назар аударайық. Mom went to the bank to get some money. Яғни мына жерде get, to get, немесе getting деген варианттар тұр. Бұл жерде went to the bank, яғни белгілі бір мақсатпен барғандықтан to get'ті қолданамыз. Келесі тест. I can't to play деп айта алмаймыз. I can't play the guitar. Яғни мен гитарада ойнай алмаймын. Яғни бұл жерде can деген модальды етістік, сондықтан да біз бұны бұл жағдайда инфинитивті to'сіз қолданамыз. Келесі тест. We don't want to eat breakfast. Яғни біз таңғы асты ішуді қаламаймыз деп аударылады. Бұл жерде want тұрғандықтан біз етістікке, яғни инфинитивке to'ді қоямыз. Келесі мысал. Gary would like to go to the cinema tonight. Яғни бұл жерде would like деген сөз тұрғандықтан біз бұл жерге инфинитивті to жалғап қоямыз. Go болмайды, өйткені would like дегеніміз модальды етістік емес. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Видео сізге түсінікті, яғни ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.